Мен жетіммін. Екінші бөлім. Каналға тіркеліп, лайк басып қойыңыздар. Анам бір үйдің жалғыз қызы болған екен. Әке-шешесі ертеректе қайтыс болып, туыстарының қолында тәрбиеленген екен. Мектеп бітіре сала әкеме тұрмысқа шыққан екен. Ал өз ата-апамыз ұзақта тұратын еді. Үлкен қарт кісілер әкем бар кездің өзінде сирек хабарласады екен. Туылғанымда келіп қарасамын деп әжем маған сиыр сүтін беріп, мен бір өлімнен қалғаннан кейін мүлде келмей кетіпті. Сонымен әкемнің кіші інісінің үйіне бардық. Ол кісілердің де жағдайы мәз емес екен. Бір күні сол көкеміз табалдырықта шылым шегіп отырып, байғұстар-ай, сендер де бір күні көшеде қаңғырып қаласыңдар-ау дегені еш есімнен кеткен емес. Адамның бала кезде алған жан жарасы мен бақытты кезеңдері есте қалады деп бекер айтылмаса керек. Ақыры әр үйде бір жүріп, жайымыз болмай, 1993 жылы анам бізді бағуға шамасы келмей, балалар үйіне тапсырды. Мұнда уақытша ғана боласыңдар, мен жұмыс тауып жағдайымды дұрыстаған соң қайта қолыма аламын, бірге боламыз деп бізді тастап кете барды. Жат мекенде бейтаныс жандардың жанында бесеуміз бір-бірімізді құшақтап, жан-жағымызға жәутеңдеп, көзіміз мөлтілдеп қала бердік. Әкем сол кеткеннен мол кетті. Бізді іздеп жағдайымызды білмеді. Ал анам демалыстарда ғана келіп тұратын еді. Ол келген сайын бізді қашан алып кетесіз деп шырқырап сұрай беретінбіз. Анам үнемі кішкене шыдаңдар, аз қалды деп жұбата айтатын. Кейін анам да келуін сирете бастады. Әр түрлі сылтаулар айтатын. Біз оны түсінуге тырысатын едік. Ауырып жүрген болар деп ойлайтынбыз. Сөйтіп жүргенде анамыз да сол кеткеннен мол кетті. Бір үміт, бір күмәнмен бала жүрегім жаралы, жанымыз жабырқау, іштей осында мәңгілік қалғанымызды мойындағымыз келмей, бір-бірімізді құшақтап, көзіміз мөлтілдеп, жылауымыз күннен күнге көбейе түсті. Жетім жүрегіміз жәутеңдеп, терезеге телмірумен, әкеміз болмаса анамыз бір күні келіп бізді алып кетер ме екен деген үмітпен тұрып жаттық. Балалар үйінде түрлі тағдыр иелері тәрбиеленеді. Қилы-қилы тағдырлар дерсің. Ата-анасы қайтыс болған, немесе ажырасып тастап кеткен. Ата-аналары ішкілікке, нашақорлыққа салынып, қараусыз қалған балалар да бар. Енді біреулері дүние есігін аша сала, көкек анаға керексіз болып, қатал тағдыр тәлкегіне түскендер. Перзентханаға тастап кеткен, қоқыс жәшігінен, дәретханадан табылған балалар да осында. Көздері мөлтілдеген, жанарлары жәутеңдеген, жандары жабырқаулы, бала жүректері мейірім мен шапағат іздеген қилы тағдыр иелері. Солардың арасына біз де қосылдық. Мұндағы темірдей тәртіпке бағындық. Ересектер өз төсектерімізді жинаймыз, бөлмелердің шаң-тозаңдарын сүртіп, еден жуамыз, кейде сылағы түскен жерлерді ақтап сылаймыз, өз киімдерімізді өзіміз қолмен жуып шайып аламыз, сол жерде не берсе соны киеміз, тамақ та солай, аш қалғың келмесе бергенін жейміз. Тәртіпке бағынбасаң, болмаса бірдеме ұнамай қалса, қарсылық білдірер болсаң, аямайды, тәрбиешілерден жақсылап таяқ жейсің. Құдды бір есік-терезесі ашық түрме секілді. Балалар үйінің арнайы мектебі жоқ еді. Орталыққа барып, жалпы мектепте оқып жүрдік. Толыққанды отбасының балалары мен біздің арамыз жер мен көктей еді. Біз үстімізге ілінгенді киіп, бірде аш, бірде тоқ болып жүретінбіз. Ата-анасы бар, толыққанды отбасының балалары мектеп асханасынан қалағанын алып жеп жүретін, жақсы киінетін, жарқырап күліп ойнап жүретін, сабақтан соң ата-аналары келіп, мектеп алдынан күтіп алып кететін, ата-аналарына еркелей, қол ұстасып әңгімесін
айтып кетіп бара жатқан балаларға қызыға да қызғана қарайтынбыз, ішімізден армандайтынбыз. Шіркін, біздің де отбасымыз болса ғой, әке-шешемізге еркелесек, өз үйімізде тұрсақ, әке-шешеміз келіп мектептен алып кетсе екен дейтінбіз. Бесеуміз мұнда бауырмашыл болдық. Әпкем екеуміз сіңлім мен інілерімізге қарап жүретінбіз. Осылай жүргенімізде араға 1 жыл салып анамыз келді.